Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай радужное пирожное жасаймыз. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Достар, бізге жұмыртқа, қаймақ, ұн, қант, қопсытқыш қажет болады. Енді үшке бөліп, үшеуін үш түске бояймыз. Енді крем жасаймыз. Бізге сливки, сахарная пудра және творожный сыр қажет болады. Негізі пропитка жасасаңыздар болады, мен жасамадым, бірақ сонда да дәмді болды.
Достар, енді тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.